Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 48-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақтан бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Біз сабақтарды бірге орындайтын боламыз. Бізде тақырып құрама есептерді әртүрлі тәсілмен шығару. Сен құрама есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренетін боласыңдар. Енді бізде бірінші тапсырмада есепті оқы, оны шығару тәсілдеріне қара. Алматы маңында Шымбұлақ тау-шаңғы демалыс аймағында 42 адам болды. Таудан 15 адам, шаңғымен 4 адам, шанамен сырғанады. Тауда неше адам қалды? Бізде бірінші тәсілде 15 адамымызды біз ең бірінші 14 адамымызға қосамыз. Сонда ол бізде 19 адам шығады екен. Екінші қадам, мына 42 адамымыздан осы шыққан мән 19-мызды аламыз. Сонда бізде 23 адам болады екен. Енді екінші тәсіл. Біз 42 азайтылған жақшаның ішіне 15 қосылған 4 дейміз. Ең бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 15 пен 4 19, 42-мізден 19 алсақ, ол бізде 23 адам шығады екен. Келесі бізде енді үшінші тәсіл жақшаның ішіне 42 азайтылған 15, жақшаның сыртына 4 екен. Ең бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін бар 4 санын аламыз. Сонда ол бізде 23 адам болады екен балалар. Енді екінші тапсырма, есепті шығар. А нұсқасында Алматыдағы медеу мұз айдынында 53 ересек адам екен. Және 27 бала конькимен сырғанап жүр екен. Олардың 13-і демалуға отырды. Неше адам конькимен сырғанап жүр екен. Ең бірінші біз ересегімізді балаларымызды қосамыз. Сонда бізде барлығы 80 адам болады балалар. Енді шыққан 80 адамымызды мынау отырған 13 баламыздан азайтамыз. Сонда бізде 67 адам болады екен. Жауабы 67 адам конькимен сырғанап жүр дейді. Ә нұсқасында осы есепті басқа тәсілмен шығар дейді. Мен мысалы осы тәсілмен шығардым. Жақшаның ішіне 53 қосылған 27, жақшаның сыртына 13 деп жаздық. Бірінші 53 пен 27-мізді қосып аламыз. Сонда ол біз 80-ге тең. 80-нен 13-мізді алсақ, ол бізде 67 адам болады екен. Жауабы 67 адам конькимен сырғанап жүр дейді екенбіз. Келесі үшінші тапсырма, көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір дейді. 80 сантиметр ол бізде 8 дециметр. 2 метр дегеніміз ол бізде 20 дециметр екен. 38 сантиметр дегеніміз ол бізде 3 дециметр, 8 сантиметр, 9 дециметр, 5 сантиметр дегеніміз ол бізде 95 сантиметр болады екен балалар. Келесі төртінші тапсырма, теңдеулерді шеш дейді. Ең бірінші біз А нұсқасын орындайтын болсақ, ол бізде А азайтылған 17 және 37 дейді. Енді А тең біз мынау мәнімізбен мәнімізді қосамыз. Сонда 37-міз бен 17-мізді қосамыз. А тең ол бізде 54-ке тең. Сызғышымызбен астын сызып қойайық балалар. Енді біз А-ның орнына шыққан 54-дің мәнін қоймыз. Сонда 54 азайтылған 17 тең ол бізде 37-ге тең деп. Демек, бұл жерде 54-тен 17-ін алсақ 37 санына тең болады екен балалар. Келесі 25 қосылған Б тең 25 дейді. Б тең біз 25-тен 25-ді алатын боламыз. 25-тен 25-ді аламыз. Б тең әрине ол бізде 0 болады екен. Енді асын сызып қойайық. Енді шыққан мәнімізді бұның орнына қоямыз. Демек, 25 қосылған 0 тең 25. 25 мәні бізде 25-ке тең болады екен балалар. Келесі 63 азайтылған К тең 0 дейді. К тең 63-тен 0-мізді азайтатын боламыз. К тең әрине ол бізде 63-ке тең болады. Сызғышпен сызып қойайық. Енді мынау шыққан мәніміздің К-ның орнына қоямыз. Демек, 63-ті азайтамыз. 63-тен ол бізде 0-ге тең екен. Бұл жерде тексеріп жатырық, иә? 0 мәніне тең болады екен деп айтамыз балалар. Келесі 5-ші тапсырма, амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құру, олардың мәнін тап дейді. Ең бірінші біз бірінші амалға көз жүгіртейік. Өрнегін табу үшін мына шешімдерін тауып алайық. 32-мізді 47-ге қосып алайық. Ол бізде 79. Келесі 79-дан 48-мізді алайық. Ол бізде 31. Енді мен
мына мәнні жақшаның ішіне алсам болады екен. Демек 32 қосылған 47 және мына 48-мізді жақшаның сыртына алсам болады екен. Сонда бұл міне 31 мәніне тең болып тұр балалар. Келесі ә нұсқасында ең бірінші 67-мізден 49-мызды алып алайық. Ол бізде 18-ге тең екен. Содан кейін бар 18-ден 5 алса, ол бізде 13-ге тең екен. Енді мен мына мәнді жақшаның ішіне аламын. Сонда 67 азайтылған 49 жақшаның сыртына мына мен 5-мді аламын. 5 мән. Сонда ол бізде мына 13 мәніне балалар тең болып тұр екен балалар, иә. Келесі бұл нұсқасында біз 66-мызбен 29-мызды қосып аламыз. Ол бізде 95-ге тең. Одан кейін бар 97-тен 95-ді аламыз. Ол бізде 2-ге тең. Енді бұл жерде мен бірінші 97-мді жазамын. Сосын барып, жақшаның ішіне мына 66-мен 29-мды аламын. 66 қосылған 29 деймін. Сонда мәніміз бізде мінекей 2-мізге тең болады екен балалар. Келесі 6-шы тапсырма. Құрама есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Бұл жерде бізде туған жер тақырыбына арналған концертке 7 ұл және 8 қыз қатысты дейді. Олардың 6-ы домбырамен, ал қалғандары жетіген аспабымен ән салды. Жетіген аспабымен неше бала ән салды дейді балалар. Ең бірінші біз ұлымыз бізде 7 дедік, қызымыз 8. Бірінші тәсілмен ұлымыз бен қызымызды қосамыз. Сонда ол бізде 15 бала болады. Енді осы шыққан мәнде мына 6 домбырамен қатысқан 6 баланы аламыз. Сонда бізде 9 бала болады екен. Жауабы жетіген аспабымен 9 бала ән салды дейді. Енді екінші тәсілмен көрсететін болсақ, біз жақшаның ішіне 7-міз бен 8-мізді қосамыз. Және жақшаның сыртына 6-мызды азайтамыз. Сонда бізде 9 бала болады. Енді үшінші тәсілді алатын болсақ, жақшаның сыртына біз 7 қосылған жақшаның ішіне 8-ден 6-мызды аламыз. Сол кезде бізде 9 бала болады екен балалар. Енді 7-ші тапсырмаға қарайық. Бізде жасырын сөзді тап дейді. Ол үшін өрнектердің мәнін өз суретімен қойып, карточкалардың әріптерін құралған сөзді оқы. Бұл сөздің мағынасы қалай түсінесің дейді. Бірінші суретке қарасақ, ол бізде Баянауыл ұлттық саябағы, екінші Нұрсұлтан қаласы, үшінші Қатон-Қарағай ұлттық саябағы, төртінші Маңғыстау түбегі, бесінші Қайыңды көлі, алтыншы бізде Шымбұлақ тау шаңғы демалыс аймағы екен балалар. Бұл мәндерді табу үшін бірінші мына өрнектерді құратын боламыз. Сол өрнектерден біз шыққан мәндерді өз суретімен жазамыз. Сосын барып бізде жауабы шығады екен балалар. Ең бірінші біз Т. Ол бізде 34 пен 10-ды азайт деп тұр. Ол бізде 24-ке тең. Келесі А. Ол бізде 19 пен 16. Ол бізде 19 пен 16-мызды olsa 35-ке тең. Келесі К. К бізде 25 пен 37-нің қосындысы дейді. Ол бізде 62-ге тең болады. Келесі А. Ол бізде 33 пен 18-дің азайту амалы. Енді 33 пен 18-мізді алсақ, ол бізде 15-ке тең екен. Келесі бізде М. Ол бізде 78 бен 29-мызды аламыз. 78-ден 29-мызды алсақ, ол бізде 49-ға тең екен. Келесі Н. Ол бізде 64 пен 17-нің қосындысы. 64 пен 17-мізді болсақ, балалар 81 болады екен. Келесі Е. Ол бізде 83 пен 28-нің азайтуы. Яғни, ол бізде 83 пен 28-мізді алатын болсақ, 55-ке тең болады екен. Келесі Е бізде 49 пен 15-нің қосындысы. Яғни, 49 пен 15-мізді қосатын болсақ, ол бізде 64-ке тең екен. Енді өз суретімен жазып шығайық, балалар. Мен бұларды қысқа белгімен жазайын. Өз суретімен ең бірінші бізде кіші әріптен бастап, ол бізде 15 мінекей. Сосын барып 24, 15-мізді жазып қойды. Сосын барып бізде 24. Одан кейін бізде 35 саны.
Содан кейін барып бізде 49 саны. Содан кейін барып ол бізде 55 саны. Содан кейін барып бізде 62 саны. Одан кейін барып 64. Соңында 81 саны екен балалар. Енді бізде 15 саны ол бізде. Бірінші жауабы деп жазып қойық балалар. 15 саны бізде А әрпі екен. Одан кейін 24 саны бізде Т әрпі екен. 35 саны бізде А әрпі екен. 35 саны А әрпі екен. Одан кейін бізде 49 саны ол бізде М әрпі екен. Одан кейін 55 саны ол бізде Е әрпі екен. Одан кейін 68 саны бізде, 62 саны ол бізде К әрпі екен. Одан кейін 64 санымыз бізде ол Е әрпі екен. Одан кейін соңғы әрпіміз Н ол бізде 81 саны Н әрпі екен балалар. Сонда бізде атамекен деген сөзіміз шығады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Менің каналым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз бірге кездесеміз. Менен барлық толық жауаптарды көруге болады. Осымен біздің сабағымыз тәмам балалар.